Қайырлы күн достар, мен бүгін қалай WeChat приложениесіне Каспий Голд немесе төлем жасайтын картаны тіркеуге болатынын көрсетемін. Ол үшін WeChat'ты ашамыз. Ескере кететін жағдай бар. Міндетті түрде загранпаспорт болу қажет. Өзіңіздікі бұл міндетті емес, танысыңыздың, туысыңыздың кез келген адамның загранпаспорты жарай береді. Ол үшін міне жоғарыда плюсик батырмасын көріп тұрсыздар, соны басасыздар. Осы жерде деньги деген бөлімді басу қажет болады. Менде ешқандай карта тіркелмеген. Функция быстрая оплата не включена. Осыны қосуымыз қажет. Ол үшін міне жерде рұқсат беремін дегенді басасыздар. Включить сейчас. Міне карта тіркеу. Осы жерде міне верификацияны өтуіміз қажет болады. Бірінші тұрған жасыл батырманы басасыздар. Осы жерде келісемін дегенді басасыздар. Міне сіздерге осылай паспортыңыздың, яғни данныйларын толтыру қажет болады, осыны басу қажет болады. Мұнда енді паспорттарыңыздағы толық данныйды теріп шығастыр. Аты жөндеріңіз, қай қаладан, қай кезде берілген паспорт, қай уақытқа дейін жарамды, паспорттың номері, паспортыңызда не жазылған, дәл сол анықтаманың бәрін осында толтырып шығу қажет болады. Мұнда ең соңғы өздеріңіз мұнда студент, кім екендеріңіз таңдасаңыздар болады. Азы другой дегенді баса салайын мен. Міне картаны тіркеу керек болады. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерге картаның толық даныларын жазып шығасыздар. 16 цифр, аты жөніңіз, жарамдылық мерзімі және картаның артқы жағындағы 3 цифрлы кодты жазасыздар. Мұнда телефон номеріңізді жазып, SMS код келеді, соны жазуыңыз қажет болады. Мұнда get код дегенді басқан кезде ол сіздерге SMS код келеді. Осында күтіп, міне астына келген SMS кодты мұнда жазу қажет болады. Міне WeChat'тан көріп тұрғандарыңыздай 0 теңге шешіледі. Мұнда WeChat'қа міне пароль ойлап табуыңыз қажет болады. Өзіңіз ұмытып қалмайтын пароль ойлап табуыңыз міндетті түрде емесе бір жерге жазып қою қажет болады. Мұнда қараңыздар, сіздерге көрсетіп тұр, паспорттарыңыздың фотосын түсіру қажет болады, және мұнда пример көрсетіліп тұр, қалай түсіру қажет. Яғни шетке түсіп кетпеу керек, немесе бір жарық түсіп қалмау қажет, нақты көрінген фото қажет болады. Міне жарамды фото. Мұнда көріп тұрғаныңыздай өзіңіздің түріңізбен верификация өтесіз, паспорты өзіңіздікі екенін. Бізде жаңағыдай паспортымыз верификацияға жіберілді. Верификациядан өту үшін 24 сағатта, яғни 1 күн қажет болады. Міне келіп тұр қалай екен. Ақпарат пайдалы болса каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Егер мен түсіндірген заттардың ішінде түсінбеген заттарыңыз болса, немесе жасай алмаған жерлеріңіз болса, комментарийға міндетті түрде жаза кетіңіздер.